Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз бірге хвост жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Бізге керекті хвост жасау үшін керек заттар: жұмыртқа, тұз, қант, ас содасы және ұн. Мен де мына жерде 2 есе көбейтіп жасап жатырмын. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды, тұзымызды, ас содамызды және де қантымызды қосып, қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан соң үстіне електен өткізген ұнымызды сеуіп, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыздың бізде тығыздығы қатты емес, жұмсақ емес, орташа тығыздықта болады. Қолға жабыспайтындай қамыр илейміз. Қамырымыз міне осылай болды. Оны илеп қойып, 15 минутқа бетін жауып қоямыз. Дайын болған қамырымызды алып, бетіне ұн сеуіп, қамырымызды жайлап жұп-жұқа етіп жаямыз. Міне менің қамырым дайын болды. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қандай фигурада қаласаңыз солай кесе беріңіз. Мен мына жерде кубик ретінде кестім. 4-3 тоғып чак-чак ретінде дастарханға солай ұсынған ұнайды. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кесесіздер. Кішкене бірақ қамырдың кепкені қажет. Қамыр жайып болған кейін бірден кесудің қажет жоқ, өйткені қамыр бір-біріне жабысып қалады. Осылай барлық қамырлардың бәрін біртіндеп кесіп шығамыз. Міне мен қамырлардың бәрін кесіп алдым. Енді майымды қыздырып, жайлап қамырларымды сала беремін. Бауырсақ сияқты пісіріп аламыз. Бұны тез-тез қызып тұрған майда бұл өте тез піседі. 2 бетін қызартып пісіріп алып, ыдысымызға саламыз. Бұл чак-чактың рецептісі өте оңай. Майда бауырсақ сияқты тез-тез піседі. Енді біз чак-чакты ұсынбас алдын оған сгущенка қоссаңыз, дәмі өте жақсы болады. Ыстықтай кезінде, чак-чакты қазаннан алған кезде, ыстықтай кезінде осылай сгущенканы қосып араластырсаңыздар, әдемі болады. Дәмі де күшті болады. Міне менің чак-чагым дайын болды. Сіздер де жасап, өз отбасыларыңызды қуантыңыздар. Өте сәтті шығатын рецепт.